Көпіршікті камералар және бөлшектердің тіркеудің басқа құралдары туралы қысқаша ақпарат. Ұзақ уақыт бойы бөлшектердің негізгі детектор ретінде табаққа қойылған мырыш сульфидінің қабаты болды. Бөлшектерді мырыш сульфидінде пайда болған жеңіл жарқылдар арқылы анықтауға болатын. Енді келесі бір детектордың ретінде біз көпіршікті камераны қарастыруға болады. Оның ішінде қыздырылған сұйықтық, яғни сұйық сутегі құйылған болатын. Сұйықтық арқылы зарядталған дене өткен кезде сұйықтық оның қозғалысы бойымен қайнайды. Онымен қоса фотоға түсіріп алуға болатын кішкентай көпіршіктерден із қалдырған болатын. 1952 жылы осы құрылғыны бізде Дональд Глейзер ашқан болатын, және сол үшін 1960 жылы Нобель сыйлығына ие болған. Осы камераның ішінде бөлшектерді жай көзбен көруге болады, яғни миллиондаған фото жасауға мүмкіндік туғызады. Онымен қоса сутегі сұйықтығынан басқа бізде дейтерий, пропан және ксенон сияқты элементтердің сұйықтықтарын қолдануға болады. Егер де шынымен қарасақ, ол осы сұйықтықты қыздырмайды, ол тек қана қысымды өзгертеді. Келесі бізде ол сцинтилляциялық есептегіштер. Сцинтилляция дегеніміз жылдам бөлшектердің флуоресценттік экранға түскен кездегі жарық жарқылдарын бақылдау. Бұл ағылшын физиктері Круксу және де Резерфордтың ядролық физика таңында визуалды түрде бөлшектерді тіркеуге мүмкіндік берген бірінші әдісі болып табылған. Сцинтилляциялық есептегіш бұл негізгі элементі сцинтиллятор, яғни кристаллофор және фотоэлектронды көбейткіш болып табылатын әлсіз жарық жарқылдарын электр импульстеріне айналдыратын, және де электрондық құрылғымен тіркейтін ядролық бөлшектер детекторы болып табылды. Көбінесе сцинтиллятор ретінде бейорганикалық немесе органикалық заттардың кристалдарын пайдаланады. Сцинтилляциялық есептегіштер тіркелетін бөлшектердің типіне, түріне және де сцинтиллятормен қолданылатын электрондық құрылғының мүмкін болған уақытына қарай үлкен уақыт аралығында өлшеуге мүмкіндік береді. Келесі бізде Черенков есептегіші. Черенков есептегіштерін қолдану аясы заттың ішіндегі осы ортаның фазалық жарық жылдамдығынан үлкен жылдамдықпен қозғалатын бөлшектердің энергиясын өлшеу және бұл бөлшектерді масса бойынша жүктеу. Бөлшектің массасының шамасын біле отырып, оның энергиясын анықтаған сияқты сәуле шығару борышын біле отырып, бөлшектің жылдамдығын анықтауға болады. Бір жағынан, егер бөлшектің массасы белгісіз болса, онда оны бөлшектің энергиясын өлшеу арқылы анықтауға болады. Сонымен қатар, әртүрлі жылдамдықты екі бөлшектер шоғы болған кезде сәуле шығару бұрыштары да әртүрлі болады. Соның арқасында ізделеніп жатқан бөлшектерді анықтауға болады. Черенков есептегіштерінің жылдамдық бойынша өлшеу аралығы, яғни энергиясы бойынша болады. Бұл бөлшектердің энергиясы 1 гигаэлектронвольт болғанда оларды бір-бірінен ажыратуға мүмкіндік береді, яғни сәуле шығару бұрыштары ажыратылғанда. Есептегіштің өлшеу аралығы жарық жылдамдығына дейін жетеді. Черенков есептегіштерін ғарыштық сәулеленуді зерттеу үшін ғарыш кемелерінде орнатады. Келесі тіркегіштердің тағы да бір түрі ол импульстік иондаушы камера. Импульсті иондаушы камера бұл зарядталған бөлшектердің газды иондау қабілетіне негізделген бөлшектер детекторы. Иондаушы камера электродтарына тұрақты кернеу беріліп тұратын газбен толтырылған электр конденсаторы болып табылады. Тіркелетін бөлшектер электродтар арасындағы кеңістікте түсіп газды иондайды. Кернеуді бір жағынан барлық түзілген иондар электродқа рекомбинацияланбай жетіп баратындай, ал екінші жағынан екінші ретті ионизация тудырмас үшін қаты үдетілмейтіндей етіп таңдайды. Бұдан иондаушы камераның электродтарында зарядталған бөлшектердің әсерінен пайда болған иондар жиналады. Келесі тағы да бір есептегіштер ол газоразрядтық есептегіш. Олар негізінен газбен толтырылған металл цилиндрден, яғни катод және оның осі бойынша тартылған жұқа сымнан, яғни анодтан тұрады. Екі түрлі газоразрядтық есептегіштер жөнінде мынаны айтуға болады. Олар пропорционалдық, яғни оларды газдық разряд тиянақсыз, яғни сызықты ионизатордың әсері тоқтағанда өшеді. Және де Гейгер-Мюллер. Оны Мюллер есептегіші разряд тиянақты, яғни сызықты ионизатордың әсері тоқтаса да қолданылады.
гейгер есептегіші разрядталған конденсатордан тұрады. Ол дозиметрлерде мысалы қолданылады, және де оны Ганс Гейгер 1902 жылы ашқан болатын.